жаз келді, күн ысыды, бәріміз шөлдеп жатырмыз. Шөлді басатын бір нәрсе точно дайындау керек. Не дайындасам екен? Так, қайсысын таңдаймын? Опа, көрейік. О, мохито. Күшті мохитоның рецептін білем. Как раз арнамыздан алыстамаңыздар. Сіз бұрын жасап көрмеген керемет мохито жасайтын боламыз. Баршаңызға сәлем. Біздің Ақтастархан YouTube арнамызға қош келдіңіздер. Бүгін біз сіздермен дәмі ерекше мохито дайындайтын боламыз. Бұл мохито басқа мохитоларға ұқсамайды. Сондықтан арнамыздан алыстамаңыздар. Жаңа ерекше мохитомызды дайындау үшін бізге осындай бір алма керек болады. Негізі жасылы болған жақсы алманың. Одан кейін апельсин, бір дана апельсин керек болады. Сосын малина немесе құлпынай қоссаңыздар болады. Және мята дәміне қарап. Қазір іске кірісетін боламыз. Жаңа бір алмамызды алып, ортасынан бөліп аламыз. Осылай ашып, бөліктерге бөлеміз. Алмамызды осылай бөліктерге бөліп алатын боламыз. Алмамызды турап дайындап алдық. Оны блендердің ішіне саламыз. Блендердің ішіне салып алдық. Миятамыздан да осылай тек қана жапырақтарын алып қосамыз. Енді үстіне малинамызды қосамыз. Бір қасық және осылай 2 ас қасық малина жеткілікті. Және осылай жарты апельсиніміздің тек қана согын қосатын боламыз. Қосып алдық. Енді осыны жақсылап блендермен езіп шығамыз. Жемістеріміздің бәрін блендерден өткізіп алдық. Енді осылай ситоға саламыз бәрін. Ситодан өткізетін боламыз. Согы өтеді. Бұл мохито, малиновый мохито болды. Мохитолар болады, клубничный, цитрусовый деген сияқты. Бұл малиновый, еще яблочный, алма да бар құрамында. Күшті мохито болайын деп тұр. Негізі мохитоға үстіне бізге осындай спрайт керек болады. Немесе кез келген газды сусын пайдалансаңыздар болады. Осылай ашып, жаңа езілген жемістердің үстіне осылай құйып шығамыз. Қараңыздар қандай. Жемістердің суын құйып алдық. Енді жаңа қалған спрайтты, немесе кез келген газды суды осылай құйып жібереміз. Зор көпіршіп жатыр. Дайын болды. Қазір сіздермен бірге дәмін көретін боламыз. Міне бізде ерекше мохитомыз дайын болды. Қараңыздар, қандай керемет. Қазір дәмін бірге көретін боламыз. Мохитомыз дайын болғанша әдемі қылып безендіруіміз үшін бізге осылай апельсин керек болады. Апельсинімізді ортасынан бөліп аламыз.
осындай бөлікке бөліп бір бөлігін нағыз пляжда ішетін күшті мохито болды. Енді құямыз. Қараңызшы. Қандай керемет. Дәмін көреміз ба? Дәмін көреге. Айта алмаймын. Тек қана дайындап көрулеріңіз керек. Міндетті түрде кеңес беремін. Нағыз шөл басар, ерекше дәмді мохитомыз. Тағы ешкім деп отыр. Қас болсын. Қараңыздар, қандай керемет болыпты. Ой, мұз бар екен ғой. Негізі осылай мұз қоссаңыздар да күшті болады. Оппа. Анау мұз қосып қойсаң, тура пляждағы сияқты әдемі дәм беріп тұрады. Енді осылай да дәмін көреге. Иә, ерекше. Мұз қосып ішу керек екенсіздер. Сол үшін екен ғой, мұзды әкеліп қойғаным. Осылай қосыңыздар мұзды. Иә, міне біздің арнамыздың көрермендері, оқырмандарымыз міндетті түрде біздің арнамыздан алыстамаңыздар. Осылай біздер керемет, ерекше, тек қана үй жағдайында жасалатын нағыз әдемі сусындармен және рецепттермен бөлісетін боламыз. Сол үшін біздің арнамызға тіркеліп, бізбен бірге болуды ұмытпаңыздар. Сау болыңыздар.